Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге керемет пирог, шарлотка пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Аз ғана сармай болса, оны ертіп қосып жібереміз. Егер де үйде сармай жоқ, оның орнына қаймақ қосып болса, қаймақ қосуға да болады. Осылай ары қарай жақсылап араластырамыз. Содан соң оның үстіне ұнды және қопсытқышты қосамыз. Ары қарай жақсылап араластыра береміз. Біздің қамырымыз теп-тегіс болып дайын болды. Енді біз алманы қабығын ашып тураймыз. Егер алманы алдын ала ашып қоятын болсақ, ол қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан да оны қамырды дайындап болғаннан соң ашып турайтын боламыз. Алманы ашамыз және де оны ортасындағы дәндерін алып тастап тураймыз. Арнайы турайтын әдіс жоқ, қалағаныңызша турасаңыз болады. Мен кубик тәрізді етіп турадым. Қамырдың және алманың өлшемі бірдей болса, бұл пирог өте дәмді болады. Себебі өзі алмадан жасалған пирог болғандықтан. Біздің қамырымыз дайын болды. Біз енді оны қызып тұрған пешке салып пісіріп алатын боламыз. Егер алманың дәмі тәтті болса, онда қантты азырақ салғаныңыз жөн. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді оны сағырнай пудрамен сәндеуге болады және де сіздерге кесіп көрсетемін. Керемет, өзін бір қарағанда тәбетті ашады. Міне ортасының барлығы піскен, керемет дәмді пирог болып шықты. Сіз де менің рецептіммен жасап көріңіз. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз және де комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.